Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген Соқыр әуен немесе кейбір жерде пианисті атыңдар деп аударылған фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік ендеше. Үндістанда соқыр жігіт Акаш үйінде пианиноны ойнап отырады. Оның шебер музыкант екенін көреміз. Кейін таяғын ұстап, жұмыстарымен көшеге шығып, сақалын реттетіп, тамағын жеп, осылай күнін өткізіп, үйіне қайтып, қайта пианинода ойнайды. Ал мына жақта Прамод дейтін актердің үйін көрсетіп, ол отасқанына 3 жыл болған Сими атты әйелі екеуі бақытты ғұмыр кешіп жүреді. Прамодтың қызы шетелде оқиды екен. Содан жолда Сафи дейтін қыз оны соғып кете жазаған көлікке ашуланып келе жатып, байқамай Акашты соғып кетеді. Өзі істейтін кафеге ертіп, айыбын шаю үшін кофе ұсынады. Екеуі сөйлесе келе, оның музыкант екенін білген Сафи оны пианиноға отырғызып, әдемі музыканы естіген әкесі онымен танысып, жұмыс ұсынады. Яғни бұл кафе солардікі екенін түсінеміз. Кейін үйіне апарып тастамақ болып, жолда көзіңе не болды деп сұрастырады. 14 жасында крикет добымен соққы алып, көру нервтері зақымдалып, содан соқыр болғанын айтып береді. Үйіне жеткізіп, кешкі 5-те алып кетемін деп қайтады. Сонда Акаш тезірек үйіне кіріп, көзіндегі линзаларын шешіп, қызының артынан қарайды. Яғни оның шын мәнінде соқыр еместігін көреміз. Қызға қарағаннан ұнатып қалғанын түсінеміз. 5-те Сафи келгенде қызды анығырақ көру үшін линзаларын шешіп тастайды. Осылай ол қайта соқырдың кейпіне еніп, өтірік көрмегендей болып жүреді. Содан кафеде музыкасын ойнап, әнін шырқайды. Осылай өзінің музыкасы мен әндерінің арқасында Акаш кафеде әп-сәтте атақты болып шыға келеді. Жаймен Сафидің да көңілі Акашқа қарай ауа бастайды. Жігіттің өнеріне тәнті болған Прамод өзі және әйелі үшін жеке концерт өткізу үшін оны үйіне шақырып, қолына аванс пен мекен-жайын беріп келіседі. Прамод ертең Бангалорға шұғыл жұмыстарымен кететінін жеткізеді. Әйелі болса ертең үйленуіміздің жылдығы болады деп, бірақ амал жоқ, күйеуінің айтқанына көнеді. Ал мына жақта Сафи Акашты үйіне әкеп, жаңбыр астында қалған олар киімдерін ауыстырып, екеуі шарап іше бастайды. Жігіт оған барынша соқыр еместігін білдірмеуге тырысады. Солай екі жас бір-бірін ұнатып, сол түнді бірге өткізеді. Сонымен келісілген уақытта Акаш Прамодтың үйіне жетіп, есікті әйелі ашады. Прамод Бангалорға кетті десе, Акаш ол жеке концерт өткізетінін айтып, оның үстіне аванста төлеп қойды дейді. Кіргізгісі келмей тұрғанда көршісі көрінеді. Амал жоқ, жігітті үйге кіргізеді. Оны пианиноға отырғызып, сіз толықтай көрмейсіз бе, әлде сәл бірдеңкелерді көресіз ба деп сұрап, жігіт оған толықтай көрмейтінін жеткізеді. Акаш бір әуенді ойнай бастап, әйел оны тыңдап тұрады. Сәлден кейін біреудің жатқан аяғын байқап тоқтап қалады. Дәретханаға сұранып, Сими оны ертіп келе жатып, еденде шашылған гүл мен кәмпитті көреді. Әжетханаға кіріп, дәретке шығып тұрғанда, арт жағында бір еркек қарумен қарап тұрады. Ал Акаш болса барынша білдірмеуге тырысып, соқырдың рөлінен шықпай сол қалпы орындап, болған соң шығып кетеді. Артынан еркек те шығады. Пианиноға қайтып келе жатып, әлгі жатқан аяқтар Прамодтікі екенін, оның өліп жатқанын көреді. Сол кезде Прамодтың гүл мен кәмпитті ұстап үйіне келгені көрсетіле бастайды. Әйеліне тосын сый жасамақ боп, оны іздеп үстелдегі тапаншаны байқайды. Бөлмеден шыққан Симеге тосын сый деп айтқанда, ар жағында еркекті көріп, таңғалып, қолындағы гүлдері түсіп кетеді. Яғни сонымен жатқанын түсініп, жаман боп қалады. Сол кезде Прамодтың өлгенін түсінеміз. Сөйтіп Акаш пианинода ойнап отқанда, оны соқыр деп ойлаған Симелер еденді сүртіп жинастыруға кіріседі. Жігітте көрмейтіндей ойнап отыра береді. Прамодты чемоданға салып, қолындағы сағат пен жүзікті шешіп, көрмейді деп ойлаған екеуі Прамод үйге келді деп өтірік қойылым жасайды. Прамодтың дауысын телефоннан қосып, колонка арқылы сөйлетеді. Оны бөлмеге шақырғандай боп, сол жерде келгенің жаңа ғана, қайтып кетіп жатсың ба деп өтірік Прамод кеткендей Акаштың алдында ойнап, еркек чемоданды алып шығып кетеді. Прамод кеш келетін болды, үйіне қайта бер деп Акашты қайтарады. Содан ойланып отырып, жігіт полицияға айтуды жөн санап учаскеге жетеді. Полицияге кісі өлтірілгені жайлы хабарлаймын дегенде, ар жақта әлгі еркек шығып келеді. Акаш оны көріп, қобалжып өзін қолында ұстап өтірік су сұрайды. Сөйтсе ол полиция бастығы Ману екен. Акаш бірден басқа оқиға құрастырып, менің мысығымды өлтіріп кетті, оны көрші бала өлтірді деп айтады. Бірдеңеден сезіктенген бастық, мен өлтірушіні табамын деп Акаштың үйіне қарай шығады. Жігіттің үйіне кеп, мысықтың түсі қандай еді десе, ала мысық солай маған суреттеп берген дейді. Көзәйнегін шешіп көзін қарайды. Ману оның соқыр екендігіне күмәнданып
ойлана бастағандай боп, оны қайта тексеріп, бөлмеден шығып тығылып қалады. Акаш та соқырдың рөлін жақсы сомдап, "Сэр, қайдасыз, сэр" деп оны іздегендей болады. Қарбыз жеген полицейді естіп, осындай екенін түсініп, "Менің мысығымды тауып беріңіз" деп өтініп тұрғанда, қолындағы пышағын бас жағына қарай лақтырып тексереді. Жігіт те бүлк етпей "Не ол?" деп сұрайды. Сол кезде мысығы кеп, "Ол табылды" деп полицейге өтіріктен алғысын айтып, мысыққа тамағын береді. Сонымен су жағасынан промоттың атылған мәйіті табылды деген жаңалық шығады. Кезінде мықты киноларға түскен актер, кейін жылжымайтын мүлік агенттігін ашқаны жайлы ақпарат тарап, әйелінің айтуынша ол мердігермен кездесуге 10 миллион ақша алып кеткен депті. Содан бір кафеде дәретке шыққан жігіт әжетханадан сағатты байқап қалып, қолына алады. Кейін оны полицейлер 10 миллион қайда деп қинайды. Яғни Ману мен Симидің ойластыруымен промоттың сағатын әдейі тастап, тапқан жігіттің мойнына қылмысты ілмекші болады. Промоттың туған қызы мен Сими күдікті туралы сұрастырып келген екен. Промотты соңғы рет естіген, көрген куәгерлерден қолхат алу үшін Акашты ертіп келеді. Оның қызы өзін Дани деп таныстырады. Оған Акаштың естігенін қағазға жазып, оқып беріп, қағазға қол қояды. Содан Акаш промоттың жаназасында пианино ойнап, ән шырқайды. Кейін Сими сөзге шығып, өтірік жыламсырап, промот туралы бір-екі сөз сөйлейді. Жиналғандар арасында Акашты көрген көршісі де отырады. Көңіл айтып, полиция көмекшісіне "Симидің көршісімін" деп таныстырып, Сими өтірік айтты. "Поштадан қайтып келе жатқанымда лифтке бір еркек кірді. Ол Симидің үйіне барды. Промот келгенде әлгі еркек үйде еді. Кейіннен соқыр музыкант келді" деп айтып береді. Көршісі "Әлгі еркекті көрсем бірден танимын" дейді. Кейін бастығына көршісі үшінші еркек бопты, оны көрсе танитынын айтты дегенде, Ману ойланып қап, сұрақ жауапқа үйіне барамыз деп тұрып кетеді. Промоттың өлімінен кейін іштей біртүрлі боп жүрген Акаштан Софи "Неге басқаша боп жүрсің" деп сұрайды. Яғни қыз мені ұнатпай қалды ма деп ойлап, бетіме айтсай дегенде ашуланып кетеді. Акаш болса промоттың қызы "Пианино ойнауды маған да үйретші" деген өтінішін қабыл алып, соның үйіне бет алады. Сими Даниді дәріханаға жұмсап, өзі көршісіне бас аурудың дәрісі бар деп сұрап үйіне келеді. Сонда өтіріктен басы ауырып құлайды. Ал Акаш лифтке отырып көтеріліп келгенде, Сими әйелді терезеден лақтырып жібереді. Соны көрген жігіт бірден өзін қолға алып, өтірік көрмегенде Симилардың есігінің қоңырауын басады. Кейін сыртта адамдар мен полицейлер жиналып қалады. Яғни Ману Симиге көршісі жайлы айтқанын, солай одан құтылғанын түсінеміз. Үйіне жеткен Акаш Софиге хабарласып, тез келуін сұрайды. Көрші бала оның соқырлығына күдіктене бастаған ол ағашқа телефонды қыстырып, оны терезеден түсіре бастайды. Акаш мысығына тамақ беріп жүріп, телефонды байқамайды. Сол кезде үйдің қоңырауы басылып, бала телефонды төменге түсіреді. Софи деп ойлап, өтірік соқырдың кейпіне енеді. Сөйтсе Сими екен. Промотқа арналып жасаған дұғадан деп қолына бір тарту береді. "Саған алғыс айту үшін арнайы келдім. Даниге депрессиядан шығуға көмектесіп жатсың" дейді. Кейін жігіт екеуіне кофе дайындай бастайды. Қимылдарына назар салып, оның кофесіне бір дәріні құяды. Акаш қант салып, араластырып, дәріні көрген ол білдірмеуге тырысып, ішкісі келмей "Мен қазір келемін" деп әдейі стаканды құлатады. Бірден соқыр еместігін түсінген Сими оған қаруды кезеп, оның өтірігін ашады. Сонда Акаш "Бұл эксперимент. Соқыр болсам музыканы жақсы сезінетін шығармын деген оймен жасадым. Көрген нәрселерімді ешкімге айтпаймын. Оның үстіне жақында Лондонға конкурсқа кетемін" деп жалынады. Сол кезде Акаш өзін жаман сезініп, "Берген тартуыңызда не болды" деп оның уланғанын түсінеді. Яғни әйел жігіттен құтылу үшін келген екен. Жігіт қиналып барып құлайды. Кейін Софи келгенде балақай қара деп түсіргенін көрсетпек боп, Акаштың соқыр еместігін көріп, қоңырауын басады. Есікті орынған Сими ашады. Түсінбеген Софи жалаңаш жатқан Акашты жұлқылап сұрамақ болады. Бірақ жігіт дәріден кейін есін жоғалтып ұйықтайды. Көзіме шөп салды деп ойлаған Софи жаман боп кетіп қалады. Есін жиған Акаштың көздері аларғанын көреміз. Түсінбеген ол шынымен соқыр боп қалады. Сасқалақтаған жігіт бетін жуып, басын суға салады. Бірақ бәрібір көздері көрмей, үйдегі Симиге ашуланып, "Не істеп қойдың, мені дәрігерге апар" дейді. "Болмаса полицияға бәрін айтып беремін" дегенде Сими "Айта бер, соқырдың көргеніне кім сенеді" деп кетеді. Акаш Софиге хабарласып түсіндірмек болады. Бірақ қыз "Сен соқыр емессің" деп сенбей, "Қанша әйелмен жаттың" деп ашуланып жоғал дейді. Сими соқыр қылғандығы жайлы Мануға айтқанда "Неге өлтірмедің? Соқыр болғанымен мылқау емес қой. Журналистерге айтып, тергеу басталса екеумізде ұсталамыз" деп наразылығын білдіреді. Содан Ману оны өлтірмек боп мойнына
орнынан қылқындырады. Тыпырлаған Акаш әйтеуір дегенде қолына бір затты алып басына ұрып, жіптен құтылып төменге секіріп, қабырғаларды сипап қаша жөнеледі. Шынымен соқырдың күйін кешіп, қайда жүргенін білмей жолға шығып кетіп, көлік соғып кетейін деп шетке амалдап келеді. Бағанаға ұрылып құлайды. Артынан Ману іздеп кеп, айналаны қарап оны таппайды. Ертесіне ауруханада укол салатын кезде есін жиып, кім бол деп жаны қалмайды. Сені талған күйде алып келді деп бұрын Акашты көрген адамдар әкелген екен. Дәрігерден көздерім зақымдалды деп қарап беруін сұрайды. Көз дәрігері кешке келеді деп оны уайымдамауға шақырады. Кеш батып әлгі дәрігер кеп Акашты ертіп келген кісілерге 200 000 ақша ұсынады. Яғни дәрігермен келісіп, соқырдың бүйректерін алып қалып, пойыз астына тастап құтылуды ойлайды. Акашқа дәрігерлер келгенше сенің денеңді тексерейік деп киімдерін шешкізеді. Сонда қайта-қайта қоңырау соққан баласына айқайлап, ота кезінде телефон соға берме дегенде, отаны естіген Акаш қандай ота деп қарсылық білдіруге тырысып, тыпырлап 10 миллион беремін дейді. Бұрын әйелді көрген Акаш оны танып, қолыңдағы шифа құдайыңның татуыңмен ант етемін десе де тыңдамай күштеп уколды салып ұйықтатады. Бүйрек жақты сызып кесетін кезде әйел ол қолындағы татуды қайдан біледі деп таңғалып тоқтатады. Бүйрегін кеспегенін көреміз. Есін жиғанда жігіт қорқып, денесін ұстап көріп, амандығын тексереді. Бәрі жақсы деп оны тыныштандырып, сен 10 миллион жайлы айттың, татуды қайдан білесің десе, бұрын лотерея сататынын көрген ол, сенің шашың қара, ал Мурли деп қасындағы жігітке сенің бұйра шаштарың бар деген секілді, өтірік соқыр боп жүрген кезде көргендерін баяндап бергенде, оның үшінші көзі бар деп таңданады. Содан Сими жұмыстан оралса, үйде Акаш, Дани екеуі пианинода отырғанын көріп түсінбейді. Ертең Лондонға кетемін, кетер алдында Даниді көргім келді дейді. Сими оны үйіне апарып тастайтын боп, көлікке отырғызып, Мануға хабарласып, не істейтінін сұрайды. Ману оған Акашты көміп тастайтын жерді айтады. Сол жаққа келе жатқанда Акаш көз жанарында қайтаруға мүмкіндік бар екен. Қара нарықта 1 миллион сұрап жатыр, соны беріңіз. Ота жасатып Лондонға кетемін дегенде, бар болса да бермеймін деп отқанда, алдарына бір көлік тоқтап жолды бөгейді. Мурлилер екен, олар Акашпен келісіпті. Сол кезде Акаш оны шүберекпен басып ұйықтатады. Кейін Манудың үйіне телефон соғып, тұтқаны алған әйеліне промоттың әйелмен күйеуінің жатып жүргенін, фото мен видео барын айтып алдап таңғалдырады. Ману промотты 10 миллионға өлтірді, соны беріңіз деп ақша бопсалайды. Соны естіген әйелі Манудың қаруымен атып, сен сонымен көңіл көтердің бе дейді. Ваннада тығылған Ману ол мені алдады, әдейі жасады деп өтірік ақталмақшы болады. Шығатын кезде телефон шырылдап, сот медициналық сараптаушы екен, әйелі естісін деп дауысын шығарады. Симидің көлігін тапқанын, ішінде сөмкесі мен аяқ киімін барын, ол секіріп кеткен сыңайлы деп болжап айтады. Соны естіген әйелі күйеуіне сенгендей болады. Сонымен жаңалықтан Сими көпірден секіріп өзіне қол жұмсады. Бұл жерден промоттың мәйіті табылған еді деген ақпарат тарай кетеді. Бірақ Симиді Акаштар көздерін байлап аурухана деген жерге әкеледі. Оны қорқытып қан сынамасын алады. Промотты өлтіріп чемоданға салғанымды көрдім деген Акашқа промот Бангалорға барамын деп алдап тосынсый жасамақ боп қайтып келді. Сол кезде Манумен көріп оның қаруын алады. Оған түсіндіріп тұрғанда байқаусызда атып алғанын айтады. Көрші әйел Мануды танып қояды деп итеріп жібердім дейді. Осы сөздерінің бәрін диктофонға жазып ап өзіне естіртіп, егер 10 миллионды бермесең, бұл жазбаны таратамыз деп қорқытады. Сөйтіп барлығы ғимараттың лифтіне кіргізу керек деген сынды өз жоспарларын құрып отырады. Ертесіне Манудың үйіне хабарласып, ақшаның дайындығын біліп, әкелетін мекенжайды айтады. Сол кезде Мурлилер ақшаны өздері иемдегісі кеп, Акашты байлап тастайды. Жанында Сими де отырады. Кейін Сими оған амалдап жақындап, қолыңды шешемін, ал сен көзімді аш деп келіспек болады. Ману ақшаны әкелгенде лифтке қалдыр, кейін айғақтарды береміз деп нұсқайды. Ол ешкім тұрмайтын ғимаратқа кіріп, лифтке ақшаны тастайды. Өзі болса баспалдақпен қайда тоқтайды екен деп көтеріледі. Мурли сөмкені алып тексеріп жатқанда Ману да жетіп қаруды кезейді. Жігіт қашып, Ману оқ атып, оны жаралап тоқтатып, айғақтар төменде әйелде Сакуда екенін біліп, соған бармақ болады. Лифтке отырғанда Мурли Сакуға кірді деп жеткізгенде, ол лифтті тоқтатып тастайды. Ману көмектесіңдер деп тыпырлап, лифтте қамалып қалады. Сол жерде Ману лифтке оқ атып көреді. Бірақ оқ темірлерге тиіп, өзіне қайтып келіп, мерт болғанын түсінеміз. Сими Акаштың қолдарын босатып, жігіт көзі көрмей қайда бара жатқанын білмейді. Сонда Сими менің көзімді аш, саған жол көрсетемін деп ақыры көндіріп Симидің көздерін ашады. Алайда әйел оған өтірік
айтып отырып, өзі үстелдегі қайшыларға жақындап, қолдарын босатпақ болады. Жараланған Морлиді ауруханаға жеткізеді. Жіптен босаған Сими Акашты балдақпен ұрып соққылай кетеді. Қанның сынамасының нәтижесі шығып, Акашты өлтіретін кезде дәрігер кеп қалады. Оны да ұрып құлатып, сөмкесінен дәрілер мен құралдар шашылады. Пышақты алып, сонымен еркекке сұғып өлтірмек болады. Айғайлаған дауысқа Акаш жетіп, Симиді күштеп құшақтайды. Дәрігер шүберекке дәріні тамызып, Симиді ұйықтатады. Морлидің өлгенін естіген Саку жоқ деп, оған көмек беріңіздер, менде ақша көп деп бермек боп ақтарғанда, ақшалары қағаз боп шығады. Яғни Ману өтірік ақшаларды әкелген екен. Ал Акаштар Симиді багажға жатқызып, оны Мумбай әуежайына апарып жатып, дәрігер Акашқа Симидің қаны бір шейхтің қызының қанымен сәйкес. Ол қызға бауыр керек екен. Соған Симидің бауырын беретін болып, шейх сол үшін 60 миллион рупи төлейтінін ескертеді. Мені құтқарғаның үшін 10 миллионын саған беремін. Симидің көз жанары да сай кеп қалса ше деп соқырлығынан құтыласың дегенде меңзейді. Акаш оны өлтірейін деп жатсың ба деп ойланып қалады. Арадан 2 жыл өтіп, Европада Сафиді бір жігітпен көреміз. Ол онымен қоштасып келе жатқанда, Акаштың концерті жайлы жарнаманы көріп, таңғалып, кафеге кіріп көреді. Іште Акаш пен бірнеше музыканттар ойнап, жігіт ән айтып, халық алдында өнер көрсетеді. Біткеннен кейін қошемет деп оның қолынан ұстап, алғыстарын айтады. Сол кезде Сафи ұстағанда, Акаш оны қолдарынан таниды. Екеуі кофе ішіп отырып, әңгімесін айтып береді. Дәрігермен көліктегі кезі көрсетіліп, Акаштың жаны аши бастап, Симиді өлтіргенін қаламай жіберіңіз дейді. Оның ағзалары 6 адамға көмек береді деп, ағзаларын сатуды ойлайды. Оянған Симиді тағы да ұйықтатуға кетіп, кейін көлікке отырады. Сөйтсе дәрігерді жаралап, Сими рөлге отырып алады. Акаш дәрігер отырды деп ойлап, сіз олай істей алмайсыз деп, Симиді өлтіргенін қаламай, бізді шетте тастап кете салыңыз деп жалынғандай болады. Өзіне жаны ашығанын естіген Сими шетке тоқтап түстейді. Сол кезде Сими екенін түсінеді. Оны тастап өзі айдап кетеді. Сәлден кейін Акашты қағуды ойлап, кері бұрылып, соған қарай басып келе жатады. Сонда бақшасын құртқан қоянды өлтірмек болған диханшы оқ атады. Ал қоян қашып секіргенде көлік терезесіне ұрылады. Сими қорқып, рөлі бұрылып, Акаштан шетке қарай аударылып, апатқа түсіп, көлік жарылып өртенеді. Осылай Сими де мерт болады. Кейін автобус келіп, Мумбайға әкелгенін, досы Лондонға жетуге көмек бергенін айтып береді. Кешке бас алаңда концертім болады деп қызды шақырады. Келуге тырысатынын айтып, дәрігерді тыңдап, қаншама адамның өмірін құртқан Симидің көз жанарын алуың керек еді дегенде, Акаш оған не айтып тұрсың дегендей қарап, үнсіз таяғын ұстап кетеді. Келе жатып жердегі банканы таяғымен ұрып жібереді. Соған қарағанда көз жанарын ауыстырып та алған шығар деген ой тастайды режиссер. Осылай музыканы жақсы сезінетін шығармын деп, әдейі соқырдың күйін кешіп, өз сүйіктісін тапқанда қылмыстың куәгері болып шығады. Кейіннен шынымен соқыр болып, өз ғұмырын сақтау үшін барын салып, ақыр соңында аман шығады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.